Армысыздар, қадірменді достар. Біз бұл дәрісте қоғамдық шаруашылық туралы ақпарат алуға тырысамыз. Өндірісті, яғни шаруашылықты ұйымдастырудың үш негізгі нысаны бар. Олар: біріншісі натуралды шаруашылық немесе өндіріс, тауарлы шаруашылық немесе өндіріс, ал үшіншісі жоспарлы шаруашылық болып табылады. Натуралды шаруашылық дегеніміз ол ағылшын тілі nature, яғни табиғат деген сөзден шыққан. Өзінің аты айтып тұрғандағыдай, адамдар өз қажеттіліктерін өздері қанағаттандырады. Ол қалай? Яғни біз қазақтар кезінде малды асырады, не үшін? Өзін тамақтандыру үшін. Оның жүнін қырықты, одан киім тоқыды, не үшін? Өзінің киімін бүтін қылу үшін, жаурамас үшін. Яғни адамдар тауарды өзі үшін жасайды. Ал жоспарлы шаруашылық ол КСРО, кеңес өкіметі тұсында шынайы көрініс тапты. Яғни экономика алдын ала 5 жылға, тағысын жылдарға жоспарланады. Яғни қандай тауар өндіріледі, кім өндіреді, кімге сатады, кім сатып алады деген сұрақтар жоспарлы түрде болды. Ал тауарлы шаруашылықты біз бөлуіміз үшін тауар деген сөзді білуіміз қажет. Тауар дегеніміз не? Ол сатып алу және сату жолдары арқылы айырбасқа арналған еңбек өнімі болып табылады. Яғни сауда-саттыққа тікелей байланысты дүниелер осы тауарлы өндіріске, тауарлы шаруашылыққа байланысты екен. Тауарлы өндірісті келесі қасиеттер сипаттайды. Ол қандай қасиеттер? Біріншісі, өнім жеке бір-бірінен бөлінген өндірушілермен өндіріледі. Біз білеміз, қазіргі таңдағы көптеген ноутбуктар, көптеген компьютерлер бір ғана өндірушінің жемісі емес, ол көптеген кәсіпорындардың жиынтығынан құралған болып табылады. Себебі оның ішіндегі процестер, неше түрлі бөлшектерді әртүрлі компаниялар өндіретін болып табылады. Олардың өнімдері біріктіріліп, қосылып, белгілі бір өнімді шығаратын болып табылады. Ол өнім екінші қасиетін сипаттайды. Олар анықталған бір өнім өндіруге бағытталады. Үшіншісі, қоғамдық қажеттіліктер рынокта сатып алу және сату арқылы қанағаттандырылады. Енді тауарлық қатынастардың пайда болуының әлеуметтік экономикалық негізі ол еңбектің қоғамдық бөлінуі болып табылады. Еңбектің қоғамдық бөлінуі дегеніміз не? Мысалға, мынау Қазақстан картасы. Қазақстан картасына қарайтын болсақ, мынау батыс өңірде бізде теңіз көп, балық көп, мынау Жайық өзені бар. Бұл жерде немен айналысқан дұрыс? Әрине, бұл жерде балық шаруашылығына айналысқан тиімді, және де балық өте көп болып табылады. Яғни адамдар бұл жерде балықпен айналысуға маманданған болып табылады. Солтүстік Қазақстанда егістік жерлер көп, оның үстіне мынандай өзендер де көп. Бұл жерде егіншілікпен айналысқан өте тиімді болып табылады. Ал оңтүстік Қазақстан, оңтүстік шығыс Қазақстанда таулы аймақтар, жазық жерлер, жайлаулар көп болғандықтан бұл жерде мал шаруашылығымен айналысқан дұрыс деп алайық. Яғни әрбір халықтың өзінің орналасқан жерінің артықшылығына байланысты белгілі бір кәсіпке ие болуы, сол кәсіппен айналысуы, ол қоғамдық еңбектің бөлінуі болып табылады. Яғни осылар, мысалы, батыстағылар өз балықтарын солтүстікке сатады, солтүстіктер өз бидайын оңтүстікке сатады. Дәл осылай қоғамда тауарлық қатынастар пайда болады екен. Тауарлы өндіріс ол екі түрі болады. Біріншісі қарапайым тауарлы өндіріс, екіншісі капиталистік тауарлы өндіріс. Қарапайым тауарлы өндіріс дегеніміз ол бағанағы тауарды өндіруші адам өз тауарын өзі өндіретін болып табылады. Өз қол еңбегімен жасайтын болып табылады. Ал капиталистік тауарлы өндірісте капиталист тауарды өз өндірмейді, ол жалдамалы жұмысшыларды қолдану арқылы тауарды өндіретін болып табылады.
Қарапайым тауарлы өндірісте, мысалы, мынау тауарды өндірген азамат тауарын сатқанға дейін ол тауар осы азаматтың меншігі болып табылатын болса, яғни тауар өндірушінің өз меншігінде қалатын болса, оны сатқанға дейін, ал капиталистік тауарлы өндірісте бағанағы тауарды өндірген өз қол еңбегімен жасаған адамның меншігінде болмайды. Ол сатса да сатқанға дейін де осы өндірген адамның меншігі не болмайды, ол сол капиталистің меншігінде болып табылады. Тағы да айтамын, осы капиталистік тауарлы өндірісте мынау жұмысшы өзі өндірген тауарға өзі иелік ете алмайды, ол тауар капиталистің иелігінде болып табылады. Натуралды шаруашылық пен тауарлы шаруашылықтың салыстырып өтейік. Натуралды шаруашылықта экономикалық қатынастар тұйық жүйелі түрде болса, тауарлы шаруашылықта ол ашық жүйелі түрде болады. Натуралды шаруашылықта еңбек бөлінісі дамыған негізінде болады. Қолмен жасалған еңбектің түрі әсіресе осы уақытта. Ал тауарлы шаруашылықта ол еңбек бөлінісі мен тауар айырбасы ол мамандандырылған болып табылады. Натуралды шаруашылықта осы қолмен жасалған еңбектің түрі ол дамыған болатын болса, ал бағанағы тауарлы шаруашылықта мамандандырылған еңбектер дамыған болып табылады. Натуралды шаруашылықта өндіріс пен тұтынудың арасында тікелей экономикалық байланыс болады. Өндірілген өнім айырбасқа қатыспай-ақ тікелей тұтынылатын болып табылады. Ал тауарлы шаруашылықта өндіріс пен тұтынудың арасындағы жанама экономикалық байланыс болады. Яғни өндірілген өнім нарықта айырбасқа сатуға түсіп, кейін ғана тұтынылатын болып табылады. Әзірше осы дәрістің электронды нұсқаларын әрі презентациясын көрсетілген сілтеме бойынша таба аласыздар. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.